Бірінші қарайын. Gülder, gülder, köp gülder. Kızıl gülder, köp gülder. Jaynar көзім келді деп, қанаттарым желдеп, таңмен бірге оянып, күн нұрына оянып, көріп берді далаға. Достар, мәнеке болсын. Қанжардан сұрағым кетті, тыңдаймыз ба? Мәнелеп айтам, беремін. Тыныш. Көк гүлдер жайнар келді деп, қанаттарын желбіреп, күн таңмен бірге оянып, күн нұрына оянып, көріп бердің далаға. Тамаша. Деген болатын кітаптың осы мұқабасындағы ақын жазушыларды, яғни өткен соны еске түсіріп жаттап келуді берді ғой сендерге, суретіне қарап. Жаттадық па? Сол бойынша кішігірім ойын айдап келген болатын. Соған кезек берсек. Біріншісі, ендегі суретті ұстап. Кім айтты? Дұрыс ел. Құманбай Молдағалиев. Енді екінші суретке қарайтын не көрсетілген? Алғашқы, ал осыған сөйлем құраймыз, алғашқы екі сөйлемді бағалайды. Кім айтады сөйлем құрады? Суретке байланысты. Дұрыс, түлкі тышқанды жейді. Негізі сөйлемі осындай. Келесі үшінші сурет. Менсіз тіпті күнімді көре алмайсың сен дағы. Қабығы. Қатты кеттім қарқының, жоқ болса егер керегім, ашуланбай алтыным, кеттім, қош бол терегім. Кенет терек үстінен қапа болған сол қабық, сыпырылып түсті де жатты жолға қамданып. Болмай ауыз бірлігі, қабық кетті өкпелеп, осылайша бір күні қурап қалды көк терек. Сора саққан көзінің, жасын көрсең бүгінгі, қателігін өзінің терек кештеу ұғынды. Автор кім екен? Қабығы, әдемі. Тыныш, даусын шығар. Дұрыс. Сонда бізде кейіпкерлер кімдер? Терек пен қабық. Дұрыс. Жарайсың отыр. Екінші сұрақ. Терек пен қабық бір-біріне неге ренжіді? Қандай сөздер ренжітті? Кім айтар? Апай. Мысалы, Алихан менмін, өзіммін деп бәрін өзінше болып олай жүрсе сендер жақтыртасыңдар ма Алиханды? Жоқ, ешкіммен сөйлеспей, мен мықтымын деп өз алдына жүре берсе, Алиханды біз ұнатпаймыз. Біз оны өзінше деп ойлаймыз, өзінше деп санаймыз. Ал Алихан сыныптан 19 оқушының бәрімен жақсы араласып, көмектесіп,
бәрін бірге топта жұмыс істесеңдер, Әлиханды бәрін жақсы көреміз. Тек Әлиханды емес, жалпы айтамын. Сонда бұл терек пен қабығының астарлы ойы адамдарға да мейірімді болыңдар, кешірімді болыңдар, өзімшіл болмаңдар. Адамдар бір-бірінсіз өмір сүре алмайды. Сен қоғамда қай сипаттама жазамыз? Терек, бірінші мен мысал жазып қойдым, өзімшіл деп. Бұл топтық жұмыс, жеке жұмысты бітірсе қараңыздар, бірінші топ сіздерге кейіпкердің ойы, ішкі ойларын жазасыздар терек пен қабықтың. Терек пен қабық ренжіспеу үшін не істеу керек еді? Ұрсыспау керек еді. Терек ашуы болмау керек еді. Терек қатты сөйлемеу керек еді. Терек өзінше болмау керек еді. Дұрыс айтасыздар. Терек қандай болмау керек еді сонымен? Өзінше болмау. Сосын. Дұрыс айтасыздар, өте тамаша, мен сіздерді бағалаймын. Отырыңыздар, қазір беремін. Дұрыс, қараңыз. Терек қабығына назын білдіріп, денеңді қатты қыстым деп сұрағын қояды. Осылай басталды әлия. Дұрыс, келесі қалай өрбіді?